Екі өрнектің екі мүшенің қосындысына тең а плюс б екі мүшесінің квадратын қарастырайық. А плюс б-ның квадраты дегеніміз ол, яғни а қосылған б көбейтілген а қосылған б деген сөз. Яғни екі бірдей мүшелерді бір-біріне көбейтіп жатырмыз. Бірінші жақшаның енді көп мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша бірінші жақшаның ішіндегі мына бірінші мүшені екінші жақшадағы әрбір мүшеге бір көбейтіп шығу керек. Ал таңбаларын сәйкесінше қоямыз. Енді аға аны көбейтсем, шатас кетпеу үшін былай жазып отырайық. Мына бірінші а мен екінші аны көбейттім делік. Қосу дейм, себебі аға б-ны көбейтсем плюссам болады. А және де б болады. Енді екінші жақшадағы екінші мүшені аламыз да, оны да екінші жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге көбейтіп шығамыз. Сонда қосу дейміз де б көбейтілген а, екеуінің орнын ауыстыра беруге болады, себебі бұл екеуі көбейтінділер. Қосу б-ға б-ны көбейтсем, б және де б болады. Енді бұлардың барлығы не болатынын қарайық. Аға аны көбейтсем, а квадрат болады. Қосу деймін. А б-ға, мұнауда а б деп есептейміз. А б-ға а б-ны қоссам, яғни бірге бірді қоссам екі деймін де, а б-ны тіркеп жазып қоямын. Және де б-ға б-ны көбейтсем, б-ның квадраты болады. Яғни мұна формула ашылды деп, дәлелделді деп айтуға болады. Және де бұны тексеріп көру үшін бұл формуланы натурал сандармен толтырып нәтижесін көрейік. Мысалға, аның орнына 3-ті қояйықты, ал бұның орнына 2-ні қояйық. Сол сияқты екіншіге 3 қосу 2 дейік. Негізі көрініп тұр, 3-ке 2-ні қоссам 5, мұнауда 5, 5-ке 5-ті көбейтсем 25, яғни жауап 25 шығу керек. Бірақ та біз мұна формуламен тексеріп көрейік. Тең дейік, бірінші санның квадраты. Яғни мұна бірінші сан қой, а деп, мынау а болып тұр, ал мынау б болып тұр. А-ның квадраты, 3-тің квадраты 9, қосу 2 көбейтілген, 3 пен 2-ның көбейтіндісі 3 көбейту 2, қосылған екінші санның квадраты, яғни 2-ның квадраты 4 болады. Сонда тең болады. Мына жерде 6, 6-ға 2-ні көбейтсем 12 болады. 12-ке 9-ды қоссам 21 болады. 21-ге 4-ті қоссам 25 болады. Яғни 5-ке 5-ті көбейткен тең 25-ке екен. Мына формула мынау үшін барлығы жұмыс істеп тұр. Енді кейде есеп беріледі, сол есептерді тағда басқа жаңа жолмен шығаруға болады. Мысалы, есеп берілсін дейік қандай? X қосылған 5-тің квадраты нешеге тең дейді. Мен оны былай шығарамын. Ең біріншіден квадрат сызып аламын. Оны 4-ке бөлемін. Мынау X бір жақ шеті деп ойлаймын. Плюс 5, оған 5 қосулы тұр деп айтам. Енді жанына да x пен 5-ті тіркеп жаз қоям. Екінші шаг, барлығын бір-біріне көбейтіп шығамын. Мұна x-қа x-ті көбейтсем, x квадрат болады. x-қа 5-ті көбейтсем, 5x болады. x-қа мұна 5-ті көбейтсем, 5x болады. Және де мұна 5-ке мұна 5-ті көбейтсем, 25 болады. Естерінде болсын, диагональмен сынаған кезде ұқсас мүшелерді біріктіруге болады. Сонда x квадрат өз жазылады. 5x пен 5x-ті бір-біріне қоссақ 10x шығады. Ең соңында 25 қалды. Осы 25-ті мұнда тіркеп жаз қоям. Ал егер де формуламен жазатын болсам, формула а квадрат қосылған 2 көбейтілген аб қосылған б квадрат, яғни мұна бірінші санның квадратын жазам. Қосылған 2 көбейтілген x пен 5-тің көбейтіндісі 5x қосылған екінші санның квадраты, яғни 5-тің квадраты. Бұл не шығады? x квадрат қосылған 2-ке 5-ті көбейтсем 10x қосылған 5-тің квадраты 25. Сонда мұна жауапта
мына жауап та бір-бірімен тең екен.